Мектепке екінші аяқ киім апарады ғой енді. Екі аяқ киімдер, жеңіл аяқ киімнің бәрі өртеніп кетті. Үш кішкентайымның аяқ киімдері өртеніп кетті, қысқы аяқ киімдер. Балаларды киіндірген де жоқпыз даже. Көрпеге орады да солай алып кетті болды. Ұйқыда жатқан балдар ғой. Ондай Балдарым бақырып жатыр, қыздарым бақырып жатыр. Енді білмеймін, жылайды, түнімен ұйықтаған жоқ, түнде екі қыз көзі бақырып жатыр. Мама, біз қорқамыз, көзіміз жұмсақ. Шыдаңдар енді, сынақ қылар бұл да. Орал қаласында тұрғын үй өртеніп, 5 балалы отбасы далада қалды. Оқиға 20 қаңтар күні таңда болған. Таңғы 5-те Қайырболат Нұрмұханов пен әйелі Гүлайымды көршілер оятыпты. Үйдің ауласындағы гараждан басталған қызыл жалын үйдің кіреберіс беті мен ас үйді алып кеткен. Абырой болғанда үйдің иесі балаларды қауіпсіз жерге шығарып үлгерген. Таңертең маған звондады, 5-тен 10 кеткенде. Тұрып гаражың өртеніп жатыр ғой деді. Содан қарамағаш коттедждағы апай звондады, коттедждағы. Жолдасыма айттым. Жолдасым шауып шығып гаражға қарап еді. Мен гараж емес, шығыңдар деп. Үй өртеніп жатыр деп айқайлады. Сөйтіп шықтық. Балдарды алып шықтық. Түтін кіріп жатыр уже деп кетіңдер жылдам. Ар жақ шеттегі терезеден шықтық бәріміз. Гараж өртеніп жатыр деп шыққаннан кейін есікті ашқанда уже үйдің бұрышы кетіп жатыр да. Сосын есікті қайттан жаптым да уже түтін ішке кіріп жатыр да, үйсі өртеніп жатыр уже. Аяқ киімдерін алдым. Аяқ киімдерін алып, аяқтарын кигіздім де айттым, залдың терезесіне шығыңдар деп. Көршілер жағынан күтіп алды. Сол көршілерге балаларды бәрін шығарып жібердім. Сосын өзім шықтым. Қайырболат Нұрмұханов пен Гүлайым 5 бала тәрбиелеп отырған көп балалы отбасы. Әйелі Гүлайым бала тәрбиесімен үйде отыр. Баланың ең кішісі бар болғаны 11 айлық. Тек бір отағасының ақшасына қарап отырмыз дейді Гүлайымның өзі. Пока тұратын жеріміз жоқ. Көршілеріміздеміз данный момент. Бір күнге қонуға не істедік енді? Қона тұрамыз деп. Енді акимат көмектесеміз деді, акиматтан кісі келеміз деді. Көмек сұраймыз, енді тұратын жеріміз жоқ, білмеймін, 5 баламыз бар. Кішкентайы 11 ай, үлкені 11 оқиды. Сабаққа, білмеймін, қайда баруға. Тұратын жағдай керек, үй керек. Үй деген өш тұруға жарамайды, ремонтқа келмейді. Өзінің бәрі судан кетті, су кетті. Тұрғын үйден өрт шыққаны туралы хабарлама төтеншеліктерге таңғы 5-тен 11 минут кеткенде түскен. Өрт сөндірушілер оқиға орнына жедел жеткендерін айтады. Өрт салдарынан 28 шаршы метр аумақта гараж және 15 шаршы метр аумақта тұрғын үйдің ас үйі және кіреберіс төбе жабыны өртеніп кетті. Сондай-ақ өрт салдарынан 2 жеңіл автокөлік өртеніп кеткен болатын. Өрт оқиғасын төтенше жағдайлар департаментінен 4 бірлік техника және 13 жеке құрам қатысты. Өрттің шығу себебі қазіргі таңда анықталуда. Қыстың көзі қырауда далада қалған отбасы мүшелері қазір көршілерді паналап отыр. Енді алдағы уақытта уақытша тұратын баспана іздейді. Отағасы үйде тек жаз шыққасын қалпына келтіру жұмыстарын бастайтынын айтады. Осы ретте осы отбасыға көмектесем деген жанашыр жандарға төмендегі телефон нөмірлеріне хабарласуға болатынын ескертеміз. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.